сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар. Бүгін мен сіздерге Zoom қосымшасында өзіміздің бейнемізді қалай ретке келтіру керектігін айтқым келеді. Яғни біз Zoom қосымшасында мысалы конференция ұйымдастыратын болсақ, видеомен деп басамыз. Открыть приложение Zoom Meetings деп басамыз. Және войти с использованием звука компьютера мысалы. Көретін болсақ, менің қазір бейнемде артқы фоным өзгеріп тұр, иә? Енді бұл фонды мен қалай өзгерттім? Яғни біз видеоның настройкасына кіреміз. Мына жерде видеоның қасында стрелка тетікшесі тұр. Соны басамыз. Настройки видео деп басамыз. Сол кезде бізде мына жақта сол жағымызда настройкалардың батырмалары шығады. Виртуальный фон деп таңдайтын болсақ, егерде мен виртуальный фонымды алып тастайтын болсам, не көріңіздер, мен қарапайым жасыл фонда отырмын. Яғни сіз кез келген бір келкі түсті фонда таңдай аласыздар. Мысалы, ақ стенада отыруға болады, және осындай жасыл матаны стенаға төсеп қойып отырсаңыз болады. Енді выбрать мына жерде плюс таңбасын басып, добавить изображение деймізде, біз өзімізге керекті суретімізді таңдап аламыз, яғни артқы фонға қоятын суретімізді. Мысалы, политехтің суретін таңдайтын болсақ, открыть дейміз. Бізде міне политех артымызда фонымызға политех шықты. Сол сияқты міне кез келген сіздің галереяңызда тұрады, міне осыны ақырын өзгертіп отыруға болады. Бұл өте жақсы, өйткені біз көбінесе үй жағдайында арт жағымызда басқа объектілер болады, көзді алаңдататын, сол себепті осындай фондарды қойған ыңғайлы. Және біз арт жағымыздағы фонымыз мысалы жасыл болатын болса, мына жерден цветімізді жасыл таңдап аламыз. Ал егерде артымыздағы түсіміз ақ болатын болса, мына жерден біз ақ түсті таңдап аламыз. Осы жерге шерту арқылы таңдаймыз. Жалпы осы, яғни Zoom приложениесінде де біз осылай бейне сабақ түсіруге де болады. Мысалы, слайдымызды ашып қойып, түсіндіріп, осылай бейне сабақты Zoom-да да жасауға мүмкіндік бар. Назарларыңызға рахмет. Бір көмегі тиді деген үміттемін.